Барлығына сәлем. Бүгін мен сіздерге кмис жүйесіндегі науқасты қалай іздеу керек екендігін және де науқастың страховкасы бар ма, сақтандыруы жоқ па, қандай ауруханаға немесе емханаға тіркелгендігі жайлы қалай іздеу керек екендігін көрсететін боламын. Бірінші өзіміздің жеке бөлімімізге кіріп аламыз. Сол жерде регистратура, яғни тіркеу бөліміне кіреміз. Тіркеу бөлімінде мұнда пациент не выбран деп тұр. Пациенттің иінін немесе аты жөнін жазу арқылы іздей аламыз. Қазір мен өзімді жазып көрсететін боламын. Міне осылай науқастың аты жөні, туылған жылы көрсетіледі. Мына жерде де телефон номері, қандай ауруханаға тіркелгендігі, қай жерде тұратындығы барлығы көрсетіледі. Және де науқастың страховкасы бар жоғы не екенін мына жерде проверка страхования деген шығып тұрады. Соның галочканың үстінен басу керек. Так, мына жер кішкене қазір интернет істемей тұр, соның әсерінен шықпай тұр. Міне застрахован. Осылай науқастың аты жөнін қайда тіркелгендігін көре аламыз. Егер де өзгерту керек болатын болса, мысалға науқас басқа жаққа телефон номерін ауыстыратын болса, немесе басқа да мәліметтер, жұмыс орнын ауыстыратын болса, мына жерде редактировать дегенді басамыз. Редактировать деген кезде номер телефонын қосуға болады, немесе басқа номерді ауыстыруға болады, және де адресін өзгертуге болады мына жерге кіріп. Және науқаста қандайды бір льгота немесе бір инвалидності бар ма жоқ па, сол жайлындағы ақпараттарды да көре аламыз. Туысқандары, құжат бөлімі, қайда жұмыс жасайтындығы, қайда не істелінген барлығы көрсетілген.